Түркістан қаласынан шыға берісте дәл осындай баннерге тап боласыз. Бұл баннерде жолдың ақылы екенін тайға таңба басқандай жазып қойған. Осындай жолдарға, көлікке налог төлейміз. Одан қалса жолдың барлығы камера, скоросты сәл көбейтсең болды. Оған да штраф төлейміз. Білмеймін, бензин құямыз, налог төлейміз, жолға төлейміз, бірақ жолдың сиқы мынау. Айттың не, айтпадың не, Қазавтожол қыстырмайды да, пысқырмайды. Көзін тас шауып алып, ақылы жолдан түскен ақшаны шытырлатып санап отыра беретін сияқты. Жолға жауапты дәл осы мекеменің маскасын биылғы қыс жыртып тастады. Көктайғақта техника таппай күрекпен құм септік, дүкеннен сатып алып, қолмен тұз септік. Мен сіздерге көрсетейін, қазір менен 22.700 теңге төле деп шығып тұр. Тура осындай жолға 22.000 теңгені не үшін төлеймін? Түсініксіз. Жолдың сапасы тура осылай, күнде осындай сапасыз жолмен жүреміз, бірақ ақшаны төлейміз. Қаржы кімге кетіп жатыр? Түсініксіз. Ал егер төлемейтін болсақ, біздің счеттарымызды блокқа қояды, шлагбаумдардан өткізбей қояды. Қазавтожол ақша төлемеймін дегеніңе қарамайды. Қандай жолмен болса да қалтаны қағып, соңғы тиыныңды сыпырып алуға машықтанған. Жол жиегінде тұрған жүк көлігіне көз түсті. Дөңгелегі жарылып, жарты жолда қалыпты. Күнде көрген азабымыз осы. Бірде дөңгелек жарылса, бірде көлік бұзылады. Қазавтожол ақша алған соң жағдай жасаса дейді. Түркістан Чимкент жолы, транспортный дорога. Жолымыз алып нашар біздің. Жол есі қалады соралар. Өз қашамыз балдармен. Жол сықты. Жол жөндік. Болмайды ма жол? Неге біздің жолдар өстіп бұзыла береді? Білмеймін. Неге айтыңызшы? Үнемі осылай осы жолдарды біз күнде көлікпен жүреміз, ақша төлейміз, бірақ үнемі сіздер жөндеп жатасыздар. Білмеймін. Бүгін басадық. Неше күнде бітті деп айтты? Бітті неған жоқ, осы басты жоғарды, осы келді, істеу керек болған, соны істеп алды. Саламатсыздар ма? Қазавтожолдансыздар ма? Біз ба? Негізі, я. Частниктсіздер ме? Частный ғой сол, наемниктер ғой. Бірақ Қазавтожолдан не аласыздар, қаржы? Ол жағын білмейді екенмін. Неше уақыт болды мына жолды бастағандарыңызға? Бүгін азында бастады ғой. Неше күн деп жоспарлап отырсыздар? Ертең кешке дейін құдай қаласа. Мына ямочный жұмыстар болып отыр, мостың үстіндегі. Немен істейсіздер? Цемент или асфальт? Цемент деп айтылды бізге. Қазір уақытша. Вот цемент қайтадан бөлініп кетпей ма? Бөлінеді. Уақытша ғой, заводтар ашылғанға дейін. Уақытша, неше уақытқа дейін? Неше ай? Завод қашан ашылады, сразу уже заменаға кетеді мұнан бәрі. Сонда бізде завод жоқ па? Асфальт завод? Қазір қысқа қарай барлық жабық қой, қазір істемейді ешқайсысы. Сол временный меры болып отыр ғой бізде қазір. Қазір бізде мынандай сұрақта, біз күнделікті жүріп жатырмыз, ақша төлейміз, бірақ сапасы өте нашар. Мен де сіздер сияқты кәдімгі осы жолда қолдан жүрген адаммын. Бізде осы жұмысқа нанимать етіп отыр, соны істеп отыр. Енді сапасына не айтасыздар жолды? Біреуге ұнайды, біреуге ұнамайды сол ғой. Біреуге ұнайды деп ойлайсыз ба? Неге ұнататындар көп қой? Біздің жолды кеп мақтайтындар көп негізі. Кімдер? Шеттен келіп отқанның бәрі айтады ғой. Шетелден, Иә. Қай шетелден? Например, Өзбекстаннан келіп отқан фураның водительдері кейлеп етіп, жолығып әңгімелесіп қаламыз, сол кезде айтады. Өзбекстанда, например, жолдар бұндай емес. Біздің қинайтын вопрос сол, жолның жаман деген сондай не болып тұр, вопрос болып тұр. Ел президенті, үкімет басшысы халықтың үнін естіп қалар. Мойын бұрып мәселемізге үңілер. Кінәлілерді анықтап, құзырлы орын қолына кісен салар. Ал олар ұсталғанша кедір бұдыр жол, қираған әжетхананы пайдалана тұрыңыздар.